Барлықтарыңа салам достар, сендермен видео артында отқан бұл мен Нурик және Black Russia проекті. Бүгінгі видеоның тақырыбынан түсіп тұрғандарындай, бүгінгі видеода мен YouTube өлке жолы рубрикасының 10-шы бөлімін жалғастыратын боламын. Және де өздерің білетіндей, менің YouTube каналымда соңғы рет 10 күн бұрын видео шыққан болатын, және де бұл YouTube өлке жолы рубрикасының 9-шы сериясы. Ал бізде араға 10 күн салып, осы YouTube өлке жолы рубрикасының 10-шы сериясын бүгін шығарайын деп отырмын, және де сендерден осы видеоға барынша поддержка күтемін. Ал енді біз видеомызды көпке созбай тезірек бастайық. Мінекей достар, бізде 7 минутынан бірінші шығатын боламыз, және де біздің ойынға кірмегенімізге бір аптадан асып кетті достар. Қазір уже 7 минутым босқа кетпегені бізге бір плюс болып келетін болады. Сразу достар, біз чатқа FM деп өзіміздің фамамызды қарайтын боламыз. Мінекей өздерің көріп тұрғандай, Алаш Empire фамасында бар жоғы 9 адам қалыпты. Мен бұрында ойында болатын кезде достар, 20 адамнан көп болатын. Қазір мінекей склад бәрін көрсетіп жіберейін, яғни ешқандай патрон, прям дым қалмапты достар біздің семьяда. Квартирамыздан шығып, сразу біз чатты өшіріп тастайық, өйткені қазір бізге ол мешіт ететін болады. Сразу чатқа, яғни кар деп жазып, осы жақтан өзіміздің вембімізді шығарып алатын боламыз. Және де достар, біздің осы фамада қанша көлік қалғанын қарайтын боламыз. Яғни қазір автопаркінде бізде достар осы 2 машина қалыпты, яғни Cherokee мен Mark II. Қазір біз осы екеуінде және осы вембында сататын боламыз достар. Сразу бұның карпасын өзіме беріп жатырмын, чтобы бұның ішінде қандай заттар бар екенін көру үшін. Так, бұл жақта бізде Sport Plus, Sport Plus достар. Сосын Nitro 12 жатыр екен. Бұл вембада достар бізде барлық прошивка бар, яғни Comfort Plus, Drift, Sport барлығы бар достар. Қазір сендерге көрсетіп жүрейін, егер сенбесеңдер. Мінекей бізде бірінші Sport және осы жақтан Comfort Plus және Drift прошивкалары достар. Авторингке келе сала біз осы жақтан Sport Plus, Comfort Plus және Drift Full Цвет внешка деп, 1.200.000 рублиге сатайын деп жатырмыз. Сразу қазір чатты ашып жіберейін. Қазір осы жаққа барып біз оны сатуымыз керек болады достар. Бізде достар ағарай 5x пен жүретін болады, өйткені мен мына вембаны прям өте көп уақыт тұрдым, және бұл вембаны вообще сата алмадым достар. Өздерің ағарай көре берсеңдер болады. Мына жақта мен уже авторингтен шығып батырмын, чтобы бұл машинаны ешкім алмады, яғни осы вембаны мен сатып көрген болатынмын. Біраз уақыт тұрдым, но бірақ ешкім алмады. Бізде фамада бар жоғы 2 машина қалыпты, біреуі бізде Cherokee болса, ал біреуі осы Mark II достар. Біз Mark II-ны дәл осы жерден 3500 рублиге шығарып алатын боламыз, және де бұның бізде состояниесі просто адам айдамайтындай болып тұр. Ендігі мәселе достар, бізде бұған бензин құйып, және бұл машинаны жөндеу керек болады, яғни бұның ремкасы бізде 22-ден түсіп кеткен ба, сондай, 32 ма, или, сондай. Біз қазір бұны ремкамен жөндеп алатын боламыз. Мінекей, қазір бұны авторингқа барып сатып көретін боламыз. Мінекей бізде осы жақта, яғни авторингқа келген кезде Лови Алмаз деген бала мені танып жатыр екен, яғни мен сенің подписчигіңмін деп жатыр достар. Егер сен Лови Алмаз бүгінгі видеоны көріп отырсаң, саған үлкен рахмет, яғни мен сенің видеоларыңды күнде қарап лайк басам деп жатыр общем. Бізде әне-міне дегенше дәл осы Mark II деген машинаны, яғни жаңағы біздің семьядағы машинаны сатып жатырмын осы жақта, яғни маған ақша керек болып жатыр қазір. Міне 380.000 рублиге бұл машинаны бізде қазір сатып жіберетін боламыз. Енді бізде алатын адам Так, бұл бізді көп көтеріліп қойды достар. Мінекей достар, продейтті басып жүреміз, және біз уже 380.000 рублиге бұл машинаны сатып жібердік. Жаңағы менің подписчигім маған рука беріп жатыр, бұны әрине қабылдайтын боламыз. В общем достар, бұл бала бізде әлі видеода екенін білмейді, яғни қазір мен бұған жазып жіберейін. Так, сен видеодасың, яғни видеодасың деп жаза салайын, Мінекей достар, бұл бір қуанып қалсын. Біздің фамадағы соңғы машинаның бізде карпасын өзіме алатын боламын, яғни бұл Cherokee, яғни Grand Pink деген машина, және бұның ішінде мен спорт бар деп ойлаған болатынмын, бірақ бұның ішінде тек қана Nitro 10X бар екен, және де біз бұл машинаны көпке созбай, уже мына жақта көп күткім келіп отқан жоқ, яғни 461 ID-ні бізде 350.000 рублиге сат жүрейін деп жатырмын. Қазір бізде бұл бала уже қабылдаса, қазір енді біраз күтетін боламыз.
Мінекей достар, бізде продейтті басып жүреміз және біздің қолымызда уже 2 миллион рублей болды, және біз басында біздің қолымызда 1 миллион 300 мың рублей болған болатын, ал қазір біздің қолымызда уже 2 миллион. Менің қолыма уже 2 миллион түскеннен кейін мына жақтан өзіме бір сет құрап алайын дедім, яғни сет жотамбы. Қайдағы бізде сет жотам достар. В общем, одан да бөлек бізде мына жақта осы маска дета дегенді алғым келіп отыр, яғни бұл 600 мың рублейге арзандау болып тұрған екен, и осыны біз бірінші алып аламыз достар. Содан кейін бізге енді тағы бір, мен Эмилия немесе Лео Месси деген болатынмын, яғни Құттай Месси бар ғой, сол мен оның орнына осындай крилла алып жатырмын, яғни осы біздің адамымызға маскамен осы крилла прям әдемі кететін сияқты. Біз мінекей достар, әне-міне дегенше осы алатын жерімізге де келіп қалдық, яғни уже кірдік мінекей. Осы жақтан біз жаңағы бірінші сәтті өшіріп тастай қойын, осы жақтан біз жаңағы маска дедамен осы крыльямызды алып өзімізге бір әдемі қылып сет жасайтын боламыз. Барлығын ұйқастырып, өте әдемі қылып, дәл осындай прям әдемі қылып сет жасаған болатынмын. Осы сетті достар сендер қаншаға бағалайсыңдар, яғни 10-нан 10-ның арасында бізде қаншаға бағалайтындарыңды комментарияға жазып кетіңдер. В общем достар, менің осы черный кейс алған кезім видеоға түспей қалыпты. Мен бұны 180 мың рублейге алған болатынмын, бұл бізде өкінішке орай видеоға түспей қалыпты достар. Көріп тұрғандарындай, осыдан кейін бізде дәл осындай прям әдемі болып, бір сет жасаған болатынбыз. Менің қолымда қазір достар уже 1 миллион 100 мың рублейді құртып тастадым, яғни менің қолымда 943 мың рублей қалды. В общем достар, осылай біздің YouTube өлке жол рубрикасының 10-шы сериясы аяқталатын болады. Егер де сендерге осы видео ұнаған болса, маған барынша поддержка беріп, яғни комментарияларын жазып, және осы видеоға 50 лайк жинап кетіңдер. Сол кезде мен осы видеоның келесі сериясын тезірек шығаратын боламын. Ал сендермен болған мен Нурик, бәріңізге пока-пока, чао.